Казахинвест бірінші 90-ның қорытындысы бойынша бірінші кезекте елбасының сапары аясында келісімге қол жеткізілген жобалар бойынша, келісімшарттар бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда Арыстан Кенжетайұлы айтып кеткенде жобалардың толық тізімі жасалынып, әрбір жоба бойынша іске асыру бойынша жол картасы бекітіліп отыр. Жоспарымызға сәйкес жылдың соңына шейін 67 жоба бойынша толыққанды келіссөздерді аяқтап, құрылысын бастауды жоспарлап отырмыз. Бірінші 90-ның нәтижесі бойынша 12 жол бойынша құрылыста басталып кетті. 58 жоба бойынша іске асырылып жатқан іске қосуын жоспарлап отырмыз. Бірінші 90-да 6 жобаны іске қосып отырмыз. Бұдан басқа қазіргі таңда тек қана шетелдік инвесторлар емес, жеке қазақстандық жеке инвесторлардың да іске асырылып жатқан жобаларында біз бақылауға алдық. Оларға әртарапты қолдаулар көрсетіп жатырмыз. Олар бойынша әзірде жол картасын әзірленді. Жалпы қазіргі біздің бақылауымызда жалпы қолдау көрсетіп жатқан 180-ге жуық жобамыз бар.